Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгін біз өте нәзік, бірақ маңызды тақырыпты талқылаймыз. Бұл көптеген адамдардың жасы ұлғайған сайын кездесетін жағдай. Біз қуық туралы сөз қозғап отырмыз. Атап айтқанда, неліктен түнде дәретханаға жиі оянатыныңызды талқылаймыз. Бұл мәселе, әсіресе 60-тан асқандар үшін өте жиі кездеседі. Ол ұйқымызды бұзып, күндіз шаршатып, өмір сүру сапамызға әсер етуі мүмкін. Бұл мәселені түсіну, шешім табуға және тыныш, үздіксіз түндерді қайтадан өткізуге жасалған алғашқы қадам. Түнде жиі дәретке шығу қажеттілігінің медициналық атауы бар, ноктурия. Бастапқыда бұл кішкене ыңғайсыздық сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл жай ғана мазасыздық емес. Жақсы ұйқы денсаулығымыз үшін өте маңызды. Ол денеміздің қалпына келуіне көмектеседі, иммундық жүйемізді нығайтады және ойымызды өткір ұстайды. Үнемі оянған кезде, біз қажетті терең, қалпына келтіретін ұйқыны ала алмаймыз. Бұл ашушаңдыққа, зейін қоюда қиындықтарға және тіпті дәретханаға бара жатқанда, қараңғыда құлап қалу сияқты жазатайым оқиғалар қаупін арттыруы мүмкін. Сондықтан біз бұл мәселеге байыпты қарап, оны қалай басқару керектігін үйренуіміз керек. Көптеген адамдар қуық проблемалары туралы айтуға ұялады. Олар мұны қартаюдың қалыпты бөлігі деп қабылдау керек деп ойлауы мүмкін. Бірақ, бұл олай емес. Қуық денсаулығын жақсартуға және түнде дәретханаға баруды азайтуға болатын көптеген қарапайым әрекеттер бар. Бұл мәселені қабылдау емес, оны шешу үшін белсенді жұмыс істеу. Біз сіздің денеңізді және денсаулығыңызды бақылауда ұстауыңызды қалаймыз. Есіңізде болсын, мұндай нәрселер туралы айту әлсіздік емес, күштің белгісі. Бұл біздің үйренуіміз бен қажетті көмекті табуымыз. Бұл талқылауда біз жас ұлғайған сайын бұл өзгерістер неліктен болатынын зерттейміз. Біз қуықты қорғаудың құпияларын ашамыз. Сізге бүгін кешке қолдана бастауға болатын қарапайым, практикалық кеңестер береміз. Бұл күрделі медициналық процедуралар емес, үлкен айырмашылық жасай алатын оңай өмір салтын реттеу. Біздің мақсатымыз сізге түнде ұйықтап, таңертең сергек және энергияға толы оянуға көмектесу. Сонымен, қуық денсаулығын жақсартуға және тыныш түндерге бірге саяхатымызды бастайық, өйткені салауатты өмір сүру тамаша. Сонымен, 60-тан кейін бұл неліктен жиі болады? Бұл өте жақсы сұрақ. Дене жас ұлғайған сайын көптеген табиғи өзгерістерге ұшырайды, және несеп шығару жүйесі де ерекшелік емес. Негізгі себептердің бірі, қуық бұлшықеттері уақыт өте келе әлсіреуі мүмкін. Қуықты шар сияқты елестетіңіз. Жастайымызда бұл шар өте мықты және серпімді болады. Ол көп несепті еш қиындықсыз ұстай алады. Бірақ, жас ұлғайған сайын шардың қабырғасы, яғни бұлшықет, өзінің күші мен серпімділігін жоғалтып, тез толып қалуы мүмкін. Тағы бір маңызды фактор – гормондардың өзгеруі. Дене антидиуретикалық гормонды немесе АДГ деп аталатын арнайы гормонды өндіреді. Бұл гормон бүйрекке ұйықтап жатқанда несепті аз өндіруді бұйырады. Бұл дененің түнде дәретханаға бармай ұйықтауға көмектесетін табиғи тәсілі. Алайда, жас ұлғайған сайын дене кейде түнде осы пайдалы гормонды аз өндіреді. Бұл бүйректің несепті тұрақты мөлшерде өндіруін жалғастыратынын білдіреді, және қуық тез толып, оянып, оны босатуға сигнал береді. Бұл өте айқын әсері бар, қарапайым биологиялық өзгеріс. Сонымен қатар, қуықтың сыйымдылығы жас ұлғайған сайын азаюы мүмкін. Бұл қуықтың бұрынғыдай көп несепті ұстай алмайтынын білдіреді. Қуығыңыз бір кездері 2 толық стакан суды ұстай алған, бірақ қазір ол тек 1,5 стаканды ғана ұстай алады деп елестетіңіз. Бұл кішірек сыйымдылық оның тез толуына әкеледі. Бұл күндізде, әсіресе түнде жатқанда, жиі дәретке шығу қажеттілігін тудырады. Бұл қартаю процесінің өте жиі кездесетін және табиғи бөлігі, оны тиімді басқару үшін түсінуіміз керек. Ақырында, егде жастағы адамдарда жиі кездесетін басқа да денсаулық жағдайлары да рөл ойнауы мүмкін. Мысалы, қант диабеті немесе жүрек аурулары сияқты жағдайлар дененің сұйықтықты басқаруына әсер етіп, несеп өндірісінің артуына әкелуі мүмкін. Ерлерде ұлғайған простата қуық пен несеп шығару жолына қысым жасап, жиі дәретке шығу қажеттілігін тудыруы мүмкін. Әйелдерде менопаузадан кейінгі өзгерістер қуықты қолдайтын жамбас түбі бұлшықеттеріне әсер етуі мүмкін. Бұл факторлардың өзара байланысты екенін түсіну өте маңызды. Бұл бір ғана нәрсе емес, түндегі бұл проблемаға әкелетін өзгерістердің үйлесімі.
Енді ең маңызды бөлімге көшейік. Бұл жағдайда не істей аламыз? Жақсы жаңалық, сіздің қуғыңыз демалу үшін әр кеш сайын қолдануға болатын өте қарапайым, практикалық қадамдар бар. Бірінші және ең маңызды ереже – сұйықтық ішуді реттеу. Су ішуді тоқтатпаңыз. Денеңізге ол қажет. Бірақ сұйықтықтың көп бөлігін күндіз ішуге тырысыңыз. Ұйықтауды жоспарлағаннан 2 сағат бұрын ішетін сұйықтық мөлшерін шектеңіз. Ұйықтар алдында үлкен стакан су, шырын немесе шай ішуден аулақ болыңыз. Бұл денеңізге сұйықтықтарды өңдеуге жеткілікті уақыт береді. Келесі, кешке не ішіп жатқаныңызға мұқият болыңыз. Кейбір сусындар қуықты тітіркендіріп, сізді жиі дәретке шығуға мәжбүр етуі мүмкін. Олар диуретиктер деп аталады. Ең жиі кездесетіндері кофе, қара шай, алкоголь және қантты немесе газды сусындар. Бұл сусындардан кешке кем дегенде 4-6 сағат бұрын толығымен аулақ болуға тырысыңыз. Оның орнына шөлдесеңіз, бір жұтым су ішіңіз. Мысалы, түнде теледидар қарап отырғанда бір стакан шарап немесе бір кесе шай ішкеннің орнына кофеинсіз шөп шайын ішіп көріңіз. Немесе одан да жақсысы ештеңе ішпеңіз. Бұл кішкене өзгеріс үлкен әсер етуі мүмкін. Қабылдауға болатын тағы бір тамаша әдет, біз оны 2 рет дәретке шығу деп атаймыз. Бұл күрделі естіледі, бірақ өте оңай. Төсекке жатар алдында дәретханаға барып, қуығыңызды әдеттегідей босатыңыз. Содан кейін 1 минут күтіңіз. Сіз тістеріңізді тазалап, немесе пижамаңызды киюіңізге болады. Сол минуттан кейін қайтадан барып, қайтадан дәретке шығуға тырысыңыз. Сіз тағы біраз несептің шыққанына таң қалуыңыз мүмкін. Бұл әдіс қуығыңыздың ұзақ түн ұйқысына жатар алдында мүмкіндігінше бос болуын қамтамасыз етеді. Оның тез толу мүмкіндігін азайтады. Соңында, ұйықтар алдында аяқтарыңызды біраз көтеріп жатуды қарастырыңыз. Егер сізде аяқтарыңыз немесе табандарыңыз ісінсе, бұл күндіз денеңіздің төменгі бөлігінде сұйықтық жиналып жатқанның белгісі болуы мүмкін. Сіз ұйықтау үшін тегіс жатқанда, бұл сұйықтық қан ағымына қайта еніп, бүйректеріңіз арқылы өңделіп, несепке айналуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін, ұйықтар алдында 1 сағат бойы төсегіңізге немесе диванға жатып, аяқтарыңызды бірнеше жастыққа тіреп қойыңыз. Бұл сіз ұйықтауға тырысқанда емес, оған дейін артық сұйықтықты дененің өңдеуіне көмектеседі. Түнгі режимдер өте маңызды болғанымен, қуықты қорғау толық жұмыс күні. Сіз несеп шығару жүйесін күні бойы кейбір пайдалы әдеттермен қолдай аласыз. Сіз жасай алатын ең жақсы нәрселердің бірі жамбас түбі бұлшықеттеріне арналған жаттығуларды, яғни кегел жаттығуларын жасау. Бұл жаттығулар қуықты қолдайтын және несеп шығаруды бақылауға көмектесетін бұлшықеттерді нығайтады. Сіз несеп ағынын орта жолда тоқтатуға тырысып жатқандай елестетіңіз. Сіз қысатын бұлшықеттер жамбас түбі бұлшықеттері. Бұл бұлшықеттерді бірнеше секундқа қысып, күніне бірнеше рет ұстау уақыт өте келе оларды әлде қайда күшті ете алады. Салауатты салмақты сақтау да қуық денсаулығы үшін өте пайдалы. Артық салмақ, әсіресе іш айналасында, қуыққа көбірек қысым түсіреді. Бұл тұрақты қысым жамбас түбі бұлшықеттерін әлсіретіп, несептің ағып кетуіне, немесе жиі дәретке шығу қажеттілігіне әкелуі мүмкін. Талшыққа бай теңдестірілген диета жеу және жаяу жүру сияқты тұрақты жеңіл жаттығулар жасау арқылы сіз салмағыңызды басқара аласыз. Талшыққа бай диета іш қатуды болдырмауға да көмектеседі. Бұл маңызды, өйткені толық ішекте қуыққа қысым жасап, проблемалар тудыруы мүмкін. Сондай-ақ, күндіз денеңіздің сигналдарын тыңдау маңызды. Дәретханаға қажет болса бару әдетіне айналдырмаңыз. Тек шынымен қажеттілік сезінгенде ғана барыңыз. Бұл қуықты көбірек несепті ұстауға үйретуге көмектеседі. Оның сыйымдылығын біртіндеп арттырады. Екінші жағынан, шынымен бару керек болғанда, оны тым ұзақ ұстамаңыз. Өйткені бұл қуық бұлшықетін шамадан тыс созып, уақыт өте келе әлсіретуі мүмкін. Салауатты теңгерімді табу маңызды. Бұл баланы жақсы әдеттерге үйрету сияқты. Сіз қуығыңызды қалай дұрыс ұстау керектігін үйретіп жатырсыз. Қорытындылай келе, қымбатты достар, түнде ояну, бұл жай ғана шыдау керек нәрсе емес екенін есте сақтаңыз. Денеңіздегі өзгерістерді түсіну, кешкі сұйықтықтарды басқару, және 2 рет дәретке шығу мен жамбас түбі бұлшықеттеріне арналған жаттығулар сияқты қарапайым әдеттерді қабылдау арқылы, сіз бақылауды қайтарып, ұйқыңыздан ләззат ала аласыз. Алайда, егер бұл проблемалар жалғаса берсе, дәрігермен сөйлесу өте маңызды.
Олар негізгі жағдайларды тексеріп, сізге арналған медициналық кеңес бере алады. Сіздің денсаулығыңыз ең үлкен қазынаңыз. Оған қамқорлық жасаңыз және ұзақ, бақытты және салауатты өмір сүріңіз.